құрметті жас түлек, сіздермен бірге Нұрсұлтан ағайларыңыз, сізбен бірге МКТ, яғни молекулалық кинетикалық теориясын талқылайтын боламыз. Соңын жақсылап қараңыз, яғни графикпен жұмыс жасаймыз. Бұл жерде П деп отырғанымыз қысым, өлшем бірлігі паскаль. Оны қандай процесс? Изобаралық процесс. Бұл жерде изо деген сөз бәрінде бар, яғни изо деген өзгерістегі мағына білдіреді. Баралық деген сөз барометр, яғни қысымды өлшейтін құрал. Барус ауырлық, метройы өлшемін. Сондықтан изобаралық процесте П тұрақты болады. Одан кейін Т деген температура, өлшем бірлігі Кельвин. Ал бұл изотермиялық процесс. Уже бәрі түсініп тұрған шығар. Изо деген өзгеріс, изотермиялық, значит құрамында термо деген сөз бар. Ал термо деген сөз температура екендігі түсінік. Яғни жаттауға оңай болсын деп айтып отырмын. Ал үшіншісі уже логично изохоралық. Изохора мына жерде хысына қарап жаттасаңыз болады. Изохора нақыны ровно ортасынан бөлсеңіздер, мынандай В деген әріп шығады. Сонда изохоралық деген сөз В деген процесті береді екен. Демек біздің ситуация бойынша бірінші температура мына жерге сандар беріп шығасыздар. 1, 2, 3. 1, 2, 3 мына жер енді 0 екен сірә. Енді осы жерден 2, ровно 2-ден тұрақты болып сызылып жатқаннан кейін процесс не болады? Температурадан шығып тұрған екен, значит ол изотермиялық. Ал мына жерде ровно пи-ден шығып тұрған, яғни пи тең 2-ден шығып тұрған екен тұрақты болып отыр. Ал мыналарда артып жатыр ғой. Ал мыналарда ровно 2-ден шығып тұр. Сондықтан бұл процесс қандай болады? Изобаралық. Ал мынау ортасынан шыққаннан кейін бұл изохоралық. Өйткені үш ақ әріп бар. ПВ бөлінген Т деген. П бар, Т бар, уже логично кім жоқ бізде? В жоқ.